Кейінгі кездері әйелдердің отбасының мәселелері көп көтеріліп жүр. Елімізде соңғы уақытта адам шошырлық оқиғалар да болып жатыр. Әйел өлімі, зорлық-зомбылық деген жамандықтардың саны азаймай отыр. Жаңалықтарда осы жайлы күнде бір ақпарат шығады. Оны көріп шошимыз. Ал біз білмейтін қаншама сұмдықтар болып жатқан екен. Иә, әр үйдің өз мәселесі деп қарауымыз мүмкін. Бірақ бұл қоғамның мәселесі. Себебі балалық шағы жанжалға толы болған баланың болашағы да бұлыңғыр. Олардың да келешекте қатыгез боп шықпасына кім кепіл? Мен де жылдар бойы күйеуімнен таяқ жеп зәбір көрген әйелмін. Құрсыншы, балаларыма әке керек қой, ел жұрттан ұят болады ғой, әке шешемнің абыройына нұқсан келтіремін ғой, тыныш қана көніп отыра берейін дейміз ғой. Бірақ бара-бара таяққа да етіміз үйреніп кетеді екен. Денеміз сезбейтіндей ме? Бір қызық, мүмкін миымызға соған қатысты иммунитет қалыптасты ма екен, білмеймін. Әйтеуір күйеудің тепкісіне міз бақпай тұра беретін болдық кейінгі кездері. Бірақ мұның барлығы балаларға қатты әсер етеді екен. Олардың жүрегіне қаяу салып, өмірден түңілдіретініне көзім жетті. Ұлымның өзі, анашым, бұл үйден кетейікші деген кезде ғана барып ойландым. Демек, балалар қатты қиналады екен. Әкелерінен мейірім ала алмаған соң, оған деген сезімдері жек көруге айналып бара жатқанын байқадым. Бір жағынан қай-қайсысы да ынжық боп барады. Бірдеңе десең, қорқа соқтап, дұрыс бекен, бұрыс бекен деп ойланып тұратынды шығарды. Ешбірі ойларын ашып айта алмайды. Ондай балалардың болашағы қалай болады? Бұған да алаңдайтын болдым. Жаныма қатты бататыны, күйеуінің ішпей жемей бізді ұратыны. Жұрттың күйеулері арақ ішіп келіп, байқаусыз көздері көрмей кетіп, қол жұмсаса, біздікі сап-сау халде таяқтың астына алатын. Мас болса құрсыншы, қу арақтың кесірінен ғой дерсің, ал оның жағдайын тіпті ақтап алуға келмейді. Көзіміз көгеріп талай рет жұмысқа бардық. Әріптестердің, жақын жуықтың мүсіркеп қарап тұратыны белгілі. Оған да үйрендік. Басқа түскен соң көреді екенсің деп жүре беретінмін. Бірақ бір көрініс, бір ғана сәт менің басқаша шешім қабылдауыма түрткі болды. Күйеуімнің сол әрекетін әлі де түсіне алмаймын. Айдың күні аманда туған баласын жастықпен тұншықтыру дегенді көрдіңіздер ме? Мен көрдім, шарасыз едім. Әлім де келмейді. Араша түссем мені итеріп жібереді. Арпаласып жүріп, зорға дегенде баламды алып қалдым. Болмаған соң күйеуімнен аяғына жығылып, жалындым. Ем болмаса ұрсаңшы, тұншықтырып, өлтіріп қоясың ғой деп жалынғаным есімнен кетпейді. Сол бір оқиғадан соң онымен бір шаңырақ астында тұра алмасыма көзім жетті. Біреуміз майып болып жатсақ, масқараның нағыз көкесі сол кезде болатын еді. 3 баламды алдым да, өзімізге қажет боладау деген киім-кешектерімді жинап, үйден тайып тұрдым. Балалар да қыңқ демеді. Қайда барамыз, неге кетіп бара жатырмыз деген сұрақтар атымен болған жоқ. Олар да әбден шаршаған. Үнсіз айтқаныма бас изеп, қасымда еріп жүре берді. Жақын жерде жүрсем бәрібір маза бермесін біліп, сондықтан не де болса тәуекел етіп алыс жерге кетуге бекіндім. Өмірімде табаным тиіп көрмеген солтүстік жаққа қоныс аудардым. Салт дәстүрі өзгешелеу, тұрмыс тіршілігі біздікінен бөлектеу, қазақы емес ортаға топ ете қалдық. Бір жұбаныш ескі де болса баспанамыздың болғаны. Өйткені мен ол жерге жұмыс істеу үшін арнайы бағдарлама бойынша бардым. Әрине, оңай болмады. Жаңа орта, жаңа аймақ, балаларым үшін де қиындау болғанын білемін. Бірақ біз үйренісіп кеттік. Ең басты
Құлағымыз тыныш, миымыз да тыныш болды. Және де бүгін таяқ жемес пе екенбіз деген қорқынышпен оянбайтын болдық. Соған да шүкіршілік еттік. Ендігі өмірімді осы балаларға арнамақпын. Соларды аяғынан тік тұрғызып, адам қатарына қосып жіберу менің ендігі жердегі негізгі міндетім болмақ. Күйеуім арасында кешірім сұрап хабарласып, бізді қайтуын сұранды. Шынымды айтсам, оған мүлде сенбеймін. Оның түзелетініне, бізге енді қол жұмсамайтынына күмәнім бар. Сондықтан да енді тыныш өмір сүріп келе жатқанымызда шырқымызды бұзғым келмеді. Онымен ат құйрығын түбегейлі үзістік. Балаларымен кейін араласып тұрам десе рұқсат, ал қайтадан бас қосуды қаламаймын, қорқамын. Бұл әңгіме арқылы мен ешкімді ажырасуға үгіттеп жатқаным жоқ. Әркімнің өз отбасы, өзінің берекесі. Менің айтқым келгені балалардың зорлық-зомбылықты көзімен көрмесе екен деген ниет. Ақыр соны өлімше етіп, сабап өлімшеге дейін ұласып жатқан оқиғалар қаншама. Өкініштісі, өлімде ғана балалар сол жайттардың куәгері болып жатыр. Жаныма бататыны да сол. Бізде қыз баланы қырық үйден тыйып, болашақ өмірінде қандай келін, жар болу керектігін үйретеді. Бірақ өзін өзі құрметтеу, сыйлау керек деген түсінікті мүлдем санасына сіңірмейді. Мүмкін қыз дандайсыз боп кетеді деп қорқатын шығар, ал өзін құрметтей алмайтын қыз бала алдына келіп тұрған адамды да тани алмайтын болады. Бойында сенімсіздік пайда болады. Ішкі түйсігіне сенбейтін әйел не нәрсеге болса да көніп, таяқ жеп, күн кеше беруге бар. Ал оның арты немен ұласып жатқанын күнделікті өмірде көріп жүрміз ғой.